Hello everybody, армысыздар. Бүгін Лос-Анджелес автосалоны көрермендер мен қонақтарға есігін айқара ашты. Әлем картасына қарасаң, ең батыс нүктедегі автошоу. Атақты брендтердің көрмеге қызығушылығы зор. 1907 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан айтулы шара екі соғыс пен ковидтен аман қалды. Лос-Анджелес биыл несімен таңғалдырады? Ал көрейік. Bounce. Come here, girl. Come here, girl. Come here, girl. Bounce. Жаңа модельдер, концепт-карлар, жаңа технология. Бүгінгі шығарылым болашақ бағдары мен Америка нарығының хал-ахуал жайында. Аньонсайо, кәрістер шабуылға шықты. Америка Қытайға есік ашпай тұрғанда, Hyundai мен Kia позициясын күшейтіп жатыр. Кәріс брендтерінің нарықтағы үлесі 11%-дан асты. Сауда жақсарғанымен импорттық тауарларға қатысты ақштың жаңа тарифі үшін маржа құлады. Амал қандай? Hyundai мен Kia көптеген зауытты ақшта салып жатыр. Kia Telluride LA көрмесінің басты премьерасы шығар. Hyundai Palisade пен Kia Telluride егіз модельдер. Дебюті бір уақытта болған. Буын алмасқан жаңа Palisade туралы видеоны Қазколеса KZ арнасынан көре алсаңыз, жаңа Telluride'тың екіншісі мінекей енді сахнаға шықты. Модель Америкада өте жақсы сатылып жатыр. Кәрістер премьераны сол себепті созып жіберді. Модель жарыққа шыққан 2019 жылы 58 мың Telluride сатылды. Былтыр көрсеткіш 116 мыңға жеткен. Биыл 9 айда 121 мың данасы иесін тапты. Бір құпияны ашайын ба? Жаңа буыны былтыр күзде дайын болған. Бұдан артық созу ақылға қонымсыз. Telluride'тың түргелбетін Kia'ның америкалық дизайн студиясы әзірледі. Opposites United концепциясының эволюциясы деп айтуға болады. Үшкір бұрыштардың жұмсақ сызықтармен үндесуі. Әрине, көлемі де өзгерді. Екінші буыны 58 мм-ге ұзын, 25 мм-ге биік, дөңгелек базасына плюс 75 мм. Жаңа айтқаным мынау. Үшкір бұрыштар жұмсақ сызықтармен үндесті. Дөңгелек аркасы контурлық сызықтар сияқты қара пластикпен айшықталғаны ұнамады. Ішіндегі дөңгелек шағын көрінеді. Егерде RAV4 сияқты 6 бұрыш арка болғанда зор болатын еді. Бұрғыш шамдары, күндізгі жүріс шырақтары әдемі көрінеді. Бас оптика модулі қандай кішкентай, қараңыздар. Hyundai Kia дизайнерлері Қазколеса KZ арнасындағы Range Rover туралы шолуды көп көрген сияқты ғой. Екі модельге де вертикал стоп шырақтарды тық кеп жіберген. Вау, рөлі Қостанайда құрастырылатын спорт ейждік сияқты жаңа үлгіде. Салон комбинацияланған, түрлі түсті. Төбесі Кантара, асты Ахмикантара. Мә қанша бос кеңістік бар. Екі QI қуаттағыш, ірі батырмалар тактилді ләззат сыйлайды. Сапалы, материалдар сапалы. Есік ашу механизмі өзгерді, қуыстағы тетікті тартып қаласың. Орындық жылыту және суыту жүйесі бар. Артта екі адам еркін жайғасады. Палисадтағыдай орын көп. Америкалықтарға көп стақан қойғыш берілген. Консольда жасырын бокс. Орындық комбинациясы алтылық, яғни екінші қатарда жеке-жеке капитандық креслолар. Telluride сатып алатын клиентке радиатор торының бірнеше нұсқасы таңдауға беріледі. X-Pro версияның матовый құм түсі әдемі көрінеді екен. Сондай-ақ буксировка құлақтары бар екен байқадыңыздар ма? Жаңа презентацияда ағаш байлап тартып қалды ғой. Бірақ меніңше Telluride біреуді лайдан шығара алмайды. Керісінше Telluride'ды боқтан трактормен тарту үшін қажет болады. Мультимедиа системасының 12-де 3 дюймдық екі мониторы бар. Kia, Disney және ұлттық футбол лигасымен коллаборация жасап трансляцияларына қосылды. Мұхиттың ар жағында V6 зейнетке шықты. Капоттың астында 2,5 литрлі гибрид 329 ат күшіне қуатталған. Қарапайым моторда бар. Америкада 1,5 турбо емес 2,5 курво сатылады. Оның трансмиссиясы 8 сатылы автомат бойында 274 ат күші. Нарықта all-wheel drive және алдыңғы жетек бар. Бағасы белгісіз. Америкалық дилерлер модельді 2026 жылдың 1-90-ында салонда сата бастайды. Kia K4 Cerato мен Forteның ізбасары. Дизайны ерекше модель америкалықтарға ұнады. Әгер әки дәл осы көлікті Қазақстанға алдыртам десеңіз, Grand Car'ға хабарласыңыз.
Америкада 1440 миль жүрген көліктің бағасы $19,000. Аукцион комиссиясы 565, ақшта шиппинг 495, сақтандыру құны $783. Грузияға жеткізу 1570, Поти портынан Тбилисиге транспортировка плюс реэкспорт $740. Қазақстанға жеткізу 1600, компания қызметі $1,500. Брокер сертификация ЕПТС-ке 1100 дайында, Растаможка почти $6,500. Утиль алымы 1522, алғашқы тіркеу $2. 16% НДС пен келер жылы 18,700,000-ға шығып тұр. Грандкар компаниясымен сауда жасап жеткізу 37%-ға тиімді. Сипаттамада Грандкар сайты мен телеграмына сілтеме табасыз. Hyundai компаниясы Кратер деп аталатын концептін көрсетті. Бұл XRT мүмкіндігі мен күшін көрсететін шағын жол талғамайтын көлік. XRT деген үш әріп біздің тұтынушыға ештеңе айтпайтын шығар, бірақ та америкалықтар үшін ол оффроуд нұсқа деген сөз. Кратер шытырманға шабыттандыратын дизайн эксперимент. Hyundai'дің Калифорниядағы техникалық центрі әзірлеген прототип. Охо, есіктері бір-біріне қарама-қарсы ашылады. Не деген футуристикалық салон мен панель. Әрине, сериялық автомобиль мұндай болмайтыны анық, дегенмен дизайнерлер фантазияға ерік берген екен. 2018 жылы мен осыған ұқсас Ниваны Мәскеуде көріп едім, шықпай қалды. Чо там, тұмсығы қазақтың сүйікті седанын еске салама? Камриге ұқсайтын Honda Prelude. Ұзақ уақыт нарықта болмаған модель мінекей енді шықты. Журналистер ренжіп жатыр. Неге старт бағасы соншалықты қымбат дейді? ақшта $40,000. Я, меніңше лайық емес. Артқы жағынан аздап Поршені, аздап Gag M-Paw'ды еске салады. Спойлері зор екен, өзіне жарасып тұр. Алып алып напас, ол сенді апасны. Пландарың напрасно, LS көздеріңде крашка. Бұл көлікті америкалықтар сыйлайды. Honda Civic Type R на палке 2 литр турбо, 315 ат күші, 1430 келі салмаққа. Сұмдық жүреді ғой. Ожа орындықтар, қызыл белдіктер, жынды пасатка, бәрі спортқа меңзеп тұр. Өкінішке қарай Америкада бағасы қымбат екен, $46,000. Өйткені автомобиль таза импорт, made in Japan. Rivian электромобиль өндіретін таза америкалық бренд. Әзірше 2 моделі нарықта еркін саудаланып жатыр. Ол R1 және пикап. Неге серия алдындағы 3-ші модель дайын R2. 2026 жылдың көктем мезгілінде сатыла бастайды. Бағасы шамамен $46,000 басталады, максималкасы $55,000 дейін барады. Жылдамдығы 100-ге 3,3 секунд. Өте жақсы көрсеткіш. Орта көлемді кроссовер примерно Tucson сияқты отбасылық SUV. Қытайлар мүлдем басқаша жұмыс істейді. Оларда 1040 суббренд. Ал Америкада электромобиль өндіретін нақты 3 брендті білеміз. Rivian, Tesla, Lucid, тағы бірнеше стартап бар. Болды. R1-де әр дөңгелекке жеке электромотор. Мен ұстап көрген, мініп көрген электромобильдер арасындағы ең үлкен батарея дәл осы Rivian'да 140 киловатт. Бірақ та аккумулятордың салмағы ауыр болғандықтан оның жүріс қуырына әсері айтарлықтай емес. Сол баяғы 500-550 шақырым жүріп береді. Табиғатта мынандай қарапайым бронкалар болады екен ғой. Табиғатта мынандай қарапайым бронкалар болады екен ғой. Мен бірінші рет кездестіріп тұрмын. Базалық комплектациясы $39,995 басталады. Теңгеге шаққанда бұл $21,100,000. Мұнда боялмаған пластик бампер, әшейін қарапайым оптика, штамповка темір дискалар, қысқартылған опциялар тізімі және шүберек салон. Бірақ та көптеген базалық басымдықтары, сөйтіп айтайыншы, басымдықтары бронкада қалды. Ол алынатын панельдер, оп-оңай шешілетін есіктер, ал моторы шиқылдамасыншы, жауып қойын. Моторы 2.3 EcoBoost
Кәдімгі Мустангтың базалық қозғалтқышы ғой, бірақ та дефорсталған, момент көбірек береді. 275 ат күші бар. Техаста ранчодан шықпайтын жігіттердің уазигі. Ең қарапайым версияның өзінде сандық саймандар панелі, 15,6 дюймдық мультимедиа экраны, кондиционер, круиз контроль және тағы басқа. Заряжка 2 есе қымбат тұрады. Неге екені түсінікті ғой. 3 литр твин турбо, 5 есік, қаптаған опциялар. Ого, Ford Performance, жынды графика. Комбинацияланған сапалы материалдар, 2 аймақтық климат контроль, опцияларда не бар? Алдыңғы дөңгелек аралық, артқы дөңгелек аралық және ось аралық дифференциалды бұғаттау жүйесі. Бронко, Raptor қазір-ақ соғысқа аттануға дайын. Павильонның ішінде импровизацияланған Ford Experience-қа келдік. Мінекей, есігі жоқ Бронкоға мінеміз қазір. Hello. Hi, how's it going? Fine. So, we're gonna work our way around Bronco Mountain here. Бірінші тауға шығамыз. Доча абайлап жүр. Маған бір ақсақал айтқан, бұл Олжас сенің камераң емес, қазақтың камерасы деген. So this is Bronco Mountain. Bronco Mountain is a 60 градусқа көтеріліп бар жатырмыз. Мәссаған. Жоғарға тік шықтық қой. Вау! Төмен түсіп бар жатырмыз. Ойбай-ау! Қорқынышты. Indiana Jones kind of ramp here. Here, Келесі сынақ аспалы көпір. up at the edge, right Хоп, 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 хоп. And then this one, which I think would be really cool for driving through like a valley of rocks, so you can see the two sides of your car. Ой, рахмет, Доча. Hope you guys Have a have nice fun. day. Beyber ara bulgap karasım gen Gözüdeki sara bara barga sette Bizde şeddetleri как будто şeddelde. Лос-Анджелес автошоу қарашаның 21-інде басталды. 30-на дейін жалғасады. Ал сіз видеоны уже тамашалап отырсыз. Ал мен еске салам, автомобиль сатуға және сатып алуға ең ыңғайлы мобильді қосымша ол Колеса KZ жүктеп қолданамыз. Қараңыздар, қызық дерек 29-шы жылғы көрмеде Fire Show бопты. Қалжында әрине өрт болған ғой. Көрмеге дейін бір күн бұрын автомобильдер жуылып, шайылып, әдемі болып қойылған. Ашылу салтанатынан кейін 300 машина отқа оранды. Жалпы тотал шығын $1,250,000. Ол заманда страшный баға ғой. Қараңыздар, мына көліктердің барлығы жанып кеткен. Обалай. Темекі денсаулыққа зиян. Мінеке, Лос-Анджелес автошоудың алтын заманда 60-шы жылдары Fiat, Honda презентация жасаған. Павильондар шатырдың астында ұйымдастырылған. Қандай керемет, ә? Құдай-ау, Tensor дейме? Стартаптар пішен, жарқын премьералар аз. Шағын компаниялардың қай-қайсысын тыңдасаң да революция жасап автономдық уәде етеді. Дәстүрлі автоөндірушілер де осында. Шалдар жаңа технология мерекесінде жай ғана күйлі қуатты екенін білдіруге келгендей. Америкалықтардың тізімі түгел. GM, Ford және Stellantis, Hyundai, Kia, Toyota бой көрсетті. Subaru, Honda, шала жансар Nissan кеп қалды. Европалықтардан Volkswagen, Maserati және Volvo құдайы қонақ. 3 жыл бұрын Jeep 3 жаңа электромодель шығады деп анонстаған. Одан бері талай нәрсе өзгерді. Электромобиль саудасы баяулады, Stellantis-тің басшылығы ауысқан және ақшта эконормалар өзгерді. Компания дайын боп пісіп қалған өнімді сандықта сақтамайық деп Recon'ды көрсетті. Ертеректе Avenger мен Wagoneer S-тің тұсау кесілген. Recon'ды классикалық Wrangler'дің электро нұсқасы деп айтуға болады. Бұның да әйнек терезелері шешіледі, бірақ та каркас пен алдыңғы әйнекке тиіспейсің. Электромобиль Jeep-тің жол талғамайтын пропорцияларын сақтады, бірақ та радиатор торының өзгеріп кеткені маған ұнамады. Бұның бәрі Stellantis, Recon, Dodge Charger, Daytona секілді STLA Large платформасында құрастырылған. Екі электромоторының жиынтық қуаты 659 ат күші. 0-60 миль динамикасы 3,6 секунд. Автомобиль оффроудқа дайындалса да спорткар сияқты жүреді. Қазір бағасы $65,000, келешекте Moab деген бір комплектациясы сатылайын деп жатыр.
Toyota маркасы Америка нарығында соншалықты ұзақ жұмыс істеп жатыр. Лос-Анджелес Лейкерс командасының ресми серіктес спонсоры болғанына биыл 50 жыл толды. Toyota туралы аса ештеңе айта алмаймын. Қараңыздар, планшет бос. RAV4 моделі жақында ақшта саудаға шығады, одан кейін ресми түрде Қазақстанда сатыла бастайды. Әзірше RAV4-ті ақштан Қазақстанға әкелу тиімсіз. Тундра, Tacoma, Forerunnердің құны тәттірек. Ендеше есептеп көрейік. Мынау сияқты аз жүрген идеал жағдайдағы Forerunner TRD-ның құны $50,000. Аукцион комиссиясы $700, ақшта шиппинг $570, сақтандыру $2028. Грузияға жеткізу $1970, Поти портынан Тбилисиге транспортировка және реэкспорт $800. Қазақстанға $1900 келеді. Компания ақысы $3042. Брокер, сертификация, ЕПТС $1100, кеден алымы $18324, утиль $2175, алғашқы тіркеу $2. 26 жылы 16% НДС пен под ключ бағасы $83,000 болады. Теңгемен мынандай. Америкада Қазақстанда табылмайтын автомобильдер ассортименті кең. Grand Car Арман көлікті жаңа күйінде немесе сақтандыру аукционнан сатып алуға көмектеседі. Grand Car 5 елде филиал бар халықаралық компания. Қазақстандағы физикалық офисі Алматыда орналасқан, тәжірибе жетеді, риза болған клиенттер көп. Grand Car Америкадан сапалы көлікті тиімді бағамен алып келуге көмектесетін мықты компания. Не деген көтен мынау, нағыз масыл кар. Dodge Charger'дың электрлі және электрлі емес нұсқасы Лос-Анджелесте көрсетілді. Daytona RT нұсқасына шолу түсіріп тастадым. Егер осы видео 10,000 лайк жинаса, видеоны бірден шығарамыз. Chevrolet Silverado, Colorado, Bolt, Equinox EV, бірде-бір Onix пен Cobalt жоқ. Қалай? Қандай машина алу керек дейсің? Шервалет? Шервалет. Ой, Шервалет емес бұл. Шервалет Кобальт. CX Concept Corvette Distilled дизайнерлер болашақта атақты модель осындай болуы мүмкін деп намек тастауда. Мобила блинг-блинг, хотла блинг-блинг, қайда блинг-блинг, роттарың. Лос-Анджелесте алапат өрт болған білесіздер ғой, компания өкілдері хиппи бастың әдемі суретін тауыпты. Мына экспозицияның атауы өткен мен келешектің үндестігі. Вау, не деген экспозиция? Орман вайбы, Subaru стендті қатырды. Бірақ та модельдерде емес. Жаңа Outback'тің прототипін қараңыздаршы. Шли 4 бұрыш, алдыңғы ось артқа кетіп қалған, яғни пропорциясы бұзылды. Машина қорқынышты ғой. Как будто Subaru'да компанияны өшіруге, өлтіруге жұмыс істеп жатқан партизандар бар сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? X-Trail'дің Америкадағы атауы Nissan Rogue. Қазіргі модель 2020 жылы шығып, 23-тің күзінде жаңартылған. Жақында гибрид нарыққа шығады. Мәселе мынада, Nissan Rogue плагин гибрид кәдімгі Mitsubishi Outlander PHEV-дің дәлме-дәл көшірмесі. Nissan'нан аты ғана қалды. Кризис үшін компания жаңа модельге ешқандай жаңалға келмеді. Міне, Nissan белгісін жауып қойсан, кәдімгі Mitsubishi Outlander жаңаға журналистерде прикол ұстап кетті. Тартыс батареясы 20 киловатт сағат, EPA циклы бойынша таза электр қуатымен 61 шақырым өтеді. Түкті емес. LA Mobility әлем автопромы турбулент зонасына кіргенін аңғартты. Компаниялар сілкіністен еш жей алмай жатыр. Автогиганттар абдырып қалды. Қай бағыт таңдау керек белгісіз. EV революция тірі қалу гонкасына айналды. Қытайларды кіргізсең бәрін жеп қояйын деп тұр. Лос-Анджелес автошоу жарқын болашақ көрмесі емес, қорқыныш айнасына ұқсайды. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Аман болайық.